Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін А дәрумені жайлы. А дәрумені адам ағзасына не үшін керек, сол жайлы айтып беретін боламын. Ол үшін алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы А дәрумені дұрыс тамақтанудың негізгі элементі. Мұны диетологтар үнемі айтады. Неліктен бұл соншалықты пайдалы? А дәруменінің сипаттамасын, оның ағзаға әсері мен оның ең құнды көздерін бірге зерттейік. Сонымен қатар біз бірге өз денсаулығымызға шамадан тыс күтім мен зиян келтірмеуді білеміз. А дәрумені және ғылыми ретинол майда еритіндерге жатады. Шындығында бұл адам ағзасындағы А дәрумені әртүрлі майлармен бірге әлде қайда жақсы сіңетіндігін білдіреді. А дәрумені ағзадағы функцияларының бірнеше сағат бойы түзуге болады. Өйткені ол барлық органдар мен жүйелердің жұмысына қатысады. Көбінесе олар оның көру үшін пайдасы туралы айтады. Бұл шынымен де көздің тор қабығында оның жағдайын жақсартатын арнайы заттар шығаруға көмектеседі. Денедегі А дәрумені болмаса, метаболизм негізінен мүмкін емес. Ретинол ақуыз синтезіне және дене майының біркелкі таралуына әсер етеді. Ол сондай-ақ жасуша нығайтады. Оларды бос радикалды шабуылдардан қорғайды. Таңғаларлық емес, бұл күшті табиғи антиоксидант деп саналады. Әйел ағзасындағы А дәруменінің рөлі оның ішінде ұрпақты болу жүйесінің денсаулығы үшін өте айқын көрінеді. Сонымен қатар, бұл жүктілік кезінде ұрықтың қалыпты дамуын қамтамасыз етеді. Бет терісі үшін А дәрумені бұл жастықтың эликсирі. Ақыр соңында ол жасушаларды қалпына келтіреді және коллаген өндірісін арттырады. Сондықтан ретинолды қартаюға қарсы кремдерге жиі қосады. А дәрумені баланың ағзасына үлкен пайдасы мол. Кальциймен бірге ол қалыпты өсуге ықпал етіп, сүйектер мен тістерді нығайтады. А дәрумені жүректің, өкпенің және ас қорыту жүйесінің сау болуы үшін өте маңызы зор. А дәрумені ерекше қасиеттердің арқасында баланың денесі желшешек пен қызылшаға төзімді болатындығын дәлелденген. Сонымен қатар, бұл иммундық жүйенің қарсылығын арттырады. Тіршілік күйін сақтау үшін ересек адам ағзасына тәулігіне 700-1000 микрограмм, А дәрумені балаға 500-900 микрограмм қажет. Жоғарыда айтылғандай, оны майлармен біріктіру керек. Е дәрумені мырышпен жұптасқан кезде емдік әсері де бірнеше есе артады. Адам ағзасында А дәруменінің жетіспеушілігі мен әлсіздік, ұйқысыздық, нашар тәбет, жиі суық тию, тырнақтар мен шаштар сынғыш болады. Балаларда А дәруменінің жетіспеушілігі өсудің және жалпы дамудың нашарлауына әкеледі. Алайда, ағзадағы А дәруменінің артық болуы онша қауіпті емес екенін ұмытпаған жөн. Бұл ас қорыту бұзылыстарын
мигренді және гормоналды бұзылуларды қоздырады. Жүктілік кезінде оны дәрігердің нұсқауларына сәйкес қатаң түрде қабылдау керек. Қандай тағамдарда А дәрумені бар? Ең алдымен бұл қызғылт сары, қызыл және сары түсті көкөністер. Мұнда сәбіз, асқабақ, қызанақ пен болгар бұрышы бәрінен озып тұрады. Жазда А дәрумені қосылған жаңа салаттардан жақсы ештеңе жоқ. Сәбіз үкіткішке сүртіңіз, тәтті бұрышты тілімдерге кесіңіз. 200 грамм ақ қырыққабатты ұсақтап тураңыз. А дәрумені бар жемістер олар қызылша, брокколи, спаржа мен балдыркөк сабағы. Өзінің жомарт қарымен мақтана алады. Ал жаңа піскен шөптер мен жапырақтарды, салаттарды көп кездеседі. Құрметті достар, сіздерге видеом пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, каналымның дамуына үлес қосуыңызды сұраймын.